Көктем басы жуанның созылатын, жіңішкенің үзілетін нағыз көкөзек қиын кезі. Қай үйге барсаң да шықпа жаным шықпа деп әрең жанын бағып отырады. Әкем мен Смағұл тәтем бұл кезде заставада жұмыс істемейді. Солдаттар отынды өздері кесіп жаратын болған. Әкем мен тәтем күндіз қырман қағып келеді. Бір табақ жарым табақтай дән әкеледі. Өткен жылдан қар астында қалып бөртіп бүлінген дән. Ауру шешем оны қуырып талқан көже жасайды. Таңертең сабаққа барар кезде шешем маған бір кружка сұйқылтым арпа көже ысытып береді. Күні бойғы көргенім сол. Мектептен қайтқанда аштықтан көзім қарауытып, бұралып үйге зорға жетем. Осы күнгі балаларша, апа, қарным ашты, тамақ бер, деп есіктен дабыра салып кірмеймін. Ол сөздің әрі пайдасыз, әрі артық екенін білем. Кітап салған шүберек сумкамды терезенің алдына үнсіз қоямын да, шапанның үстіне айқара жамылып, төсекте бүк түсіп жатқан ауру шешеме мөлие қарап тұрам. Шешем бұл келген мен екенімді көрмей-ақ біледі. Басын бұрып қарамастан, ыңырсыған нашар дауыспен пәлен жерде бір уыс қуырған бидай немесе бір уыс талқан тұрғанын айтып, соны жей ғой дейді. Бір күні оқудан тағы да ішіме қапсып әрең келдім. Ауырып жатқан шешеме өлімсірей қарадым. Шешем үнсіз. Пәлен жерде мен үшін сақталып қойылған бір уыс бидай бар екенін айтпады. Үйде ауызға салар түк қалмаған бірден білдім. Бұл бірінші кездесіп отырған жағдай емес. Бұндайда мен сол үн-түнсіз қалпымда сыртқа шығып кетем. Өз жанымды өзім бағудың қарекетін ойластырам. Колхоз председателі Жәкібайдың немесе тамағы бар басқа біреудің үйін торуылдап келем. Батырхан үйіне жоламаймын. Онда Майра бар. Аштан өліп кетсем де, Майраның көзіне үй торыған сорлы боп көрінбекші емеспін. Менің сағалайтыным көбісіне Жәкібай үйі. Жәкібайдың менен 3-4 жас кіші Тілеу дейтін ерке әрі сутанақтау баласы бар. Әке-шешенің алақанға салып отырған жалғызы. Председательдің баласы болғандықтан Тілеу аш болу дегеннің не екенін онша біле қоймайды. Қолына добалдай етіп нан ұстап жеп жүреді. Құрдан-құр берші дегенге ол нанынан бере салмайды әрине. Мен асық бояуға, сақаны тесіп, қорғасын құюға, ләңгі жасауға шебер едім. Осы үшін де Тілеудің үсі түсіп жалыншақтап жүретін. Тілеу, асық боямаймыз ба? Немесе сақаға қорғасын құймаймыз ба? Деп оның көңілін тауып қуанта келем. Бұл тәрізді жұмыстарды үйінің артында оңашада істейміз. Қолында наны болса, енді Тілеу аямайды. Маған сұратпай-ақ мә деп жарымын үзіп береді. Үйден тағы да нан әкелуге кетеді. Қолым қимылдаған кезде аузым қоса қимылдауын менің жақсы көретінімді ол біледі. Председательдің үйінде де шашылып жатқан есепсіз нан жоқ. Тілеу нанды шешесіне өзім жеймін деп сұрап алады. Оның нанды үйде жемей далаға тұра жүгіруінен сезіктенген шешесі артынан кейде қуа шығып, үйдің артында бұғыншақтап тұрған мені көріп қояды. Оңбаған нанды кімге тасып жүрсің, а? Мен қолдан әрқилы ойыншықтар жасайтын едім. Тігін машинаның жібі оралатын кәдімгі титімдей жұмыр ағаштың екеуін дөңгелек етіп, ағаштан өзі жүретін трактор жасаймын. Артқы дөңгелектің қуысына резинка өткіземін де, резинканың бір ұшын түйіп, қуысқа нығыздап бекітем. Екінші ұшына титімдей таяқша ағаш байлаймын. Дөңгелекті трактормен қоса ұстап тұрып, әлгі ағашты саусақпен айналдырсаң, резинка ширатылып қоса айналады. Жерге қоя салсаң, тракторды шортақтатып қуып әкетеді. Резинканың ширағаны тарқағанда бірақ тоқтайды. Артқы дөңгелектер пышақпен кертіліп, кәдімгі трактордың дөңгелегінде ирек-ирек тіс жасалған. Түтін шығаратын мұржа баранка орнатылған. Алдында бұрап от алдыратын теміріне дейін бар. Қысқасы, сол кездегі дөңгелек тізі тракторынан аумайды. Базар ойыншықты білмейтін қараңғы ауылда менің өздігінен жортақтап қозғалатын осы тракторымды көріп, балалар түгілі үлкендер таңғалатын. Бастарын шайқап, мынаның пәлесін қара дейтін. Тілеуге мен осындай трактор жасап берсем, онда ол маған үстіндегі көйлегін шешіп беруге даяр. Көк талдан иеп садақты әдем жасаймын. Жебесінің ұшына қаңылтыр қаптаймын. Дән ұшырған жерге торғай қаптап отырады. Дәл ортасын көздеп атып қалсам, біреуіне қалай да тиеді. Оқ деген торғай тыпырлап ұша алмай жатады. Қыста ағаш конькиді де балалардың көбінен әдем етіп жасаушы едім. Бұның бәрі сөз арасында айтылып жатқан жайлар. Менің айтайын дегенім басқа. Сөйтіп сол күні мектептен қарным аш, қасқырша ұлып үйге әрең келдім. Шешем жатыр төсегінде, үндемейді.
Пәлен жерде пәлендей тамақ бар, алып жей ғой демейді. Үйде ауызға салар түк жоқ екенін бірден білдім. Қазақ бұны нұрай қалдық дейді. Яғни ауадан басқа жейтін түк жоқ деген сөз. Өз күнімді өзім көрмек болып сыртқа шығып бара жатыр едім, шешем тоқта деді. Тоқтадым. Шешем ойбайына сүйеніп басын көтерді. Тамақ жасайтын адамша бет-қолын жуды. Бір жаққа қонаққа баратындай әбдірадан таза жаулығын алып киді. Мен тосып қарап тұрмын. Біздің үйде үлкендігі кітап бетінде бір қалың айна бар. Шешем сол айнаны бипаздап тұрып сүртті де шүберекке орап қолтығына қысты. Сосын мені қолымнан жетелей үйден шықты. Ауыл совет председателі Батырханның үйіне қарай келе жатыр. Маған бәрі де түсінікті болды. Бармаймын деп айтуға дәрменсізбін. Майрадан ұялып әзер келе жатырмын. Батырханның әйелі есігінің алдында қазанға бауырсақ қуырып жатқан біз анадайдан көрдік. Майра үйден жайпақ табақпен туралған қамыр тасып жүр. Шешем амандаса келіп тізе бүкті. Ошақтағы отты сырып жағыса бастады. Мен тікемнен тік тұрмын. Екі көзім қазандағы қуырылып жатқан бауырсақта. Шымыр-шымыр қайнаған ыстық майға Батырханның әйелі туралған қамырды тастап келіп жібереді. Ыстық май шыр жете қалады да көпіршіп тулағандай болады. Әлгіндегі көкшіл шикі қамыр лезде қызара ісініп торсиған қып-қызыл бауырсаққа айналады. Даяр бауырсақты кепсермен тегешке сүзіп алады. Піскен бауырсақ осы кезде орта тегеш болған. Бауырсаққа қараған сайын менің сілекейім шұбырады. Майы шып-шып шыққан қызыл жон томпақ бауырсақтар ауызға түсуге тіленіп ақ жатқандай. Шіркін, ауызы қарған ыстық күйінде алып жермет. Жас бауырсақтың бұрқыраған иісі қандай. Бауырсақ қуырылып бітті. Батырханның әйелі бізді үйге кіруімізді қаламай сол араға бір тостаған алдырды да бір уыс бауырсақ салып шешемнің алдына қойды. Шешем одан бір талғаны ауыз тиді де басқасын қотарып менің қалтама салып берді. Сосын манадан қолтығына қысып отырған айнаның орауын жазды. Мына айнаны Майраң бетін көріп жүрсін деп әдейі әкелдім. Үйде бір түйір дән қалмады, бір кішкене ұн бер, балама күлшеп сіріп берейін, деді шешем. Майра бұл сөздің бәрін де естіп тұрды. Мен білген едім осылай боларын. Келгім келмегені сондықтан еді. Көрмегенім қара жер, әзер тұрмын. Телміріп қайыр сұрағаннан біздің бұл халіміздің несі артық? Ұсынған айнаны Батырханның әйелі алды. Бір табақ ұн, бір табақ арпа салып берді. Біз үйге қайттық. Кітап бетінде қалың айна біздің үйдегі бірден бір іске татыр мүлкіміз еді. Біз одан солай айырылдық. Әкем осы айнаға қарап мұрт басын сақал қыратын. Шешем күніне бір рет осы айнамен ауру жүдеткен жүзін көретін еді. Екі бетінің ұшындағы сөніп бітіп бара жатқан тіршілік нұры азайған сайын көңілі бір түрлі жабырқау тартып қалатын. Сол айна енді жоқ. Көктемгі егіс, қарбалас, соқа айдау, тұқым себу, тағы да атам шабам қырам деп дік-дік еткен Сарманов өкіл. Ат арық, жер қатты. Көлік жетіспегендіктен соқаға буаз бие, сиыр жегіледі. Тағы да таңқасқа, тағы да мектеп жабылып қалған. Біз ер балалар соқаның атына мінеміз. Соқаның атына міну тұлықтастың атына мінуден өткен азап. Бір соқаға 4 ат жегіледі, көтерем арық аттар. Таңқасқадан түнге дейін тыным болмайды. Тепең-тепең тебініп шаршағанның көкесі осында. Ата-бабасынан бері қарай шүйгін жер, таза ауаны қуалап кешіп жүріп күнелткен Қазекең іші ала көлеңке, сыз тамға жазы-қысы қамалып шыдамайды. Күн жылып жер қарайысымен кеңістікке шығуды арман етеді. Отырықшылық тұрмысты еңселерін басқан қапастай көреді. Оған бейімделгісі, көнгісі келмейді. Бұл араның халқы бұрынғы кезде қыс кетіп, жаз оралатын құс тәрізді болған. Жаз болса қотарылып, сыртпен Шәлкөденің көк-жасыл жайлауына көшетін. Сонда ауыл-ауыл боп, малдары мыңғырып, қасіретпен қайғыны тек Құдайдан күтіп отыратын. Қыста тек ес бойын таудың күнге жақ саласын қыстайтын. Қазір артель боп біріккенмен сол әдет бірден үзіліп қалмайды. Халықтың желпініп жайлауға шыққысы келеді. Оған бірақ артынып-тартынып көшуге жарайтын мал жоқ. Жайлау бұл күнде поселоктың дәл қасы болған. Киікбай мен Найза ауылының екі арасы көңілді көгал жазық. Сыз тамнан жалыққан халық қазір осында көкке шығып қонған. Киіз үйі барлар киіз үй жоқтар қалқиған 6 аяқ жаппа тігіп алған.
Кен қоқырға белшеден батқан поселкте емес, бұлары қанша айтқанмен көңілді. Қыстай темір пештің көк түтінін жұтып, бүріскен ел тыныстары кеңіп жетісіп қалған. Кен қоқыр поселкте қалғанмен аштық қалмаған. Ол елдің түп етегінен алып, осында бірге келген. Таза ауаға шыққан соң адамдардың тамақ тілейтін араны одан бетер ашыла түскен. Жортуыл десе көздері жайнап, арқалары қозып, сілкініп шыға келетін көкжал жігіттері Беснайзада көп болған. Боқшабай, Жантай деген адамдар міне осындайлар. Елге аты шыққан батырлар өмірде қауіп-қатер болатын елеп көрмеген. Боқшабай да, Жантай да бұл кезде тұғырынан тайып қартайып қалған. Колхозда жұмыс істеуге жарамайды. Елге өте сыйлы бетті адамдар болғандықтан, оларды мазалауға кім көрінгеннің батылы жете бермейді. Өзгеге дік-дік етіп, қамшы үйіруге дайын тұратын белсенділер Жантай Боқшабайдың үйін алыстан айналып өтеді. Жантай сұңғақ бойлы, еңкіш, кішірек қыр мұрынды сұрша көсе кісі. Бір жамбасынан ақсап басады. Шекара қартаймаған кезде бұл өлкеде шекарашыларға көмектесетін коммунистік отрядтар құрылған. Жантай сонда қызмет еткен. Совет үкіметі үшін басын оққа байлап, бандамен талай шайқасты бастан кешкен. Талай ерлік қимылдар жасаған. Жантайдың ақсақтығы сол шайқастардан тапқаны. Мықын сүйегіне бандының оғы тиген. Боқшабай құдыш жонды, бурыл сақалды, еңгезерде зор адам. Алпамса денесі селкілдеп күрк-күрк жөтеліп отырады. Онысы бұрыннан бар көк жөтел. Боқшабайдың қолының үлкендігі ағаш күректің басындай, әр саусағының жуандығы кетпеннің сабындай. Біздің ауылдағы ең зор адам осы еді. Баяғы жортуыл заманның кезінде жұрт Боқшабайдан сұрайды екен: «Бәке, сіз осы ұрлыққа қалай қорқпай барасыз? Күрк-күрк жөтеліңізбен барған ауылыңызды оятып, өзіңізді өзіңіз ұстап бересіз ғой», дейді екен. Боқшабайдың жауабы: жөтелетінмен ғана ма? Хох-хох, мен секілді көксау малда да болады. Қойлы ауылға барғанда хох-хох қойша, сиырлы ауылға барғанда сиырша жөтелем. Боқшабайдың бұнысы шын сөз екенін жортуылға онымен бірге қатысқан адамдар рас дейді. Қай малдың болса да даусына салып жөтелісі ғажап дейді. Бір рет Бәкен қалмаққа ұрлыққа барады. Түн, көзге түртсе көргісіз қараңғы. Қалмақтың үйінің табыргесіндегі ірі қара малға қораға кіреді. Иттер сезіп шәуілдеп үре бастайды. Қалмақтар оянып сыртқа атып-атып шығады. Қорадағы малды тексеріп қарайды. Боқшабай бұл кезде қатар шөккен екі түйенің арасына жата қалған екен. Жөтелі құрғыр шыдатсын ба, өңешін жыбырлап тіреліп кеп қалады. Дәл қасында қалмақтар жүр. Көксау Боқшабай түйе боп жөтеле бастайды. Қалмақтар ештеңе сезбейді. Қалмақтар үйлеріне қайта кіріп кеткен кезде әлгіндей көк жөтел түйе қасындағы басқа екі түйені бұйдасына жетелеп тайып отырады. Халық күн көрістен тартқан осы кезде Жантақ пен Боқшабай сол баяғы лас кәсіптерін қайтадан естеріне алады. Бірақ қашса құтылып қоса жеткізетін бұрынғыдай жарамды жүйрік ат жоқ, қолдарында ұрлық жасауға сол ғана бөгет. Бір көлік бар, ол Боқшабайдың есік пен төрде жалдас күрең аты. Жұрт оны жамбас күрең деп атайды. Жамбас күрең Боқшабайдың сыралғы кәрі жолдасы. Талай жортуылды сол екеуі бастан кешкен. Талай қауіп-қатерден бірін-бірі аман алып шыққан. Күреңнің жамбасына қалмақтың оғы тиіп, содан ол артқы аяғының біреуін сылтып басатын болған. Жамбас күрең атануы міне осыдан. Жамбас күрең қазір есі тәрізді, ол дағы кәрі. Бұдан жасырақ әрі күйлі кезінде оның ақсақтығы онша көп білінбейтін. Біраз жүріп еті қыза бастағанда мүлдем сауат болып кететін. Оқ дейіп жазылғаннан кейін де Бәкең оны сауаттан артық көріп, оған сау көліктен артық сенім білдіріп, жортуылға талай мініп барады. Соның бірде-біреуінде күрең ат Боқшабайдың көңілін қалдырмайды. Ел ішінде Боқшабай туралы аңыз көп болса, күрең ат туралы одан да көп. Иесі жортуылға шықпап жинала бастағаннан-ақ күрең ат біледі дейді. Ерттеп жатқан кезде біртүрлі көңілді оқыранып, ауыздықты қаршылдатып шайнап, сілкініп, неге де болса дайынмын дегендей қалып білдіреді. Біраз күн сапар шекпей қалса, бойына ас батпайтын Бәкеңнің құдды өзі тәрізді. Көзге түртсе көргісіз қараңғыда жыныс тоғайдың арасымен қояншым соқпақ жолды өзі тауып өтеді. Бірде-бір бұтаны сыбдыр еткізіп дыбыс шығарғанды білмейді. Аяғын тышқанаңдыға мысықша басады. Алдына түскен малға иесі емес күрең ат ие дейді білетіндер. Қос құлағын шымқыртып тістелеп ауылға қарай қуалап айдап алады.
Қашаған түгіл, онан бетер безеген мал болса да күрең ат құтқармайды. Қауіп төнген жағдайда Бақшабай жат деп белгі берсе, күрең ат жата қалады екен. Тұр дегенде атып тұрады. Мылтықтың оқ сатылуынан, сойылдасуынан, айқай-шудан үркіп қорқуды білмейді. Жортуылға шыққанда Боқшабай өзінен гөрі күрең атқа көбірек сенеді екен. Сөйтсем, күрең атты қолға алып, Бәкеңнің күтімдей бастауында мән бар екен. Күнде кешқұрым ол жамбас күреңді белдеуге көлденеңдей байлап қойып ерттеп жатқанын көрушы едім. Екі кештің арасында қайда барады? Мал қайрады, өрістен қайтқан малдың алдынан шығады дейтін заман емес. Содан арада 5-10 минут өткенде бөркі қазандай өзі шөккен нардай болып, ол аяңшыл күреңнің үстінде елсіз қырқа жаққа қарай соқтырып кетіп бара жатады. Үстіндегі түйе жүн шекпеннің екі шалғайын тізесінің астына өте бір ұқыптылықпен жымқырып алған. Қолында атан өгізі сауырдан бір салып жатқызатын тобылғы сапты өрмелі әйдік дәуір қамшы. Жартастың шоқысындай болып, Боқшабай атқа тікесінен тік отырушы еді. Күреңнің жарақат санын ауыртып алмайын дегенде қамшыны сипап, қамшыланып, басын жан-жағына бұрып қарамастан кетіп бара жатады. Бет алған жағы елсіз түз адырлы қырқа. Өзінің бір құлқынын тығындау жолында кең даланы қажымай, талмай кезетін азуы 6 қарыс түзді ағысы бар емес пе? Боқшабай алыстай түскен сайын соған ұқсайды. Боқшабай туысқандық жағынан бізбен аталас. Оның сырын менің әкем, ағаларым тәуір біліңкірейді. Олар өзара күбірлесіп, әне көрдің бе, Боқшабай қалмаққа аттануға ат жаратып, өзін-өзі жаттықтырып жүр, дейді. Шынында да бұл солай екен. Күрең ат қалайсың? Бірлі-жарым сапарға жарайтын бойыңда бірдемен қалды ма? Өзім қалаймын, жараймын ба деп, Боқшабай өзін де атында сынап жүрген екен. Ыдыр, Смағұл, тұрыңдар, арқан пышақ алып шығыңдар, болыңдар. Батырбай түбегіндегі жаман тамға тескелі қойыңдар. Осы қарбалас дауыс бір күні біздің үйдің адамдарын дүрк еткізіп оятты. Мен де оянып кеттім. Әлі түн, үй іші қараңғы. Әкем, ағаларым қарбаласып киініп жатыр. Ауылдың шет жағынан шұрқырасып кісінеген жылқы дауыстары естіледі. Әкем мен ағаларым жіп, шу, пышақ қап алып Құдайдан сәттілеп жөнелісті. Қараша жаман үйдің ішінде шешем екеуміз ғана қалдық. Не болғанын мен дағы бірден білдім. Жат ет жеп тойынатын болдым-ау деген қуанышты ойдан ұйқым шайдай ашылып кетті. Апа, қалмақтан жылқы айдап әкелді ме? Тс, үндеме жат. Жерге жарық түспей әкем мен ағаларым қайтып келді. Үсті бастары қан сасиды. Қапқа салып көтерген ауыр нәрселер бар. Киіз үйдің ішкі босағасына көрсеткісіп тастай бергенде қаптың ішінде не зат екені білініп қалды. Ол ет еді. Жылқы етінің иісі қандай шіркін. Үйдің ішін бір дегеннен алып кетті. Шешем де мен де ұшып-ұшып түрегелдік. Сойған жылқының терісін төр алдына жайып жіберіп, әкем мен тәтем әкелген еттерін дереу бұршалауға кірісті. Таңға дейін жымжылас етіп жайғап алмақта. Түк көрмегендей болып тыныш отырмақ. Есік түсірулі. Мен етшілерге бөтелге шамды жарқ етіп ұстап тұрмын. Қызыл десе Қазекеңде ес қалмайды. Әсіресе қазіргідей аш кезде. Әкем мен тәтем еттің екі жағынан жүрелей отырып, жөңдерін сыбанып алып кіріскен. Білек түгел қан-қан. Алдарындағы еттен өзге дүниені екеуі бірдей ұмытқан. Олардың осы түрлері өздеріне жемтік тауып алып, кенелген даланың аш бөрілеріне көбірек ұқсайтын еді. Смағұл мал союға шебер қазақтың бірі. Бір қойды бір шылым шеккендей уақытта жайғап тастайды. Сылбыр әкемде емес, оның қимылы ерекше ширақ, қолындағы пышаққа көзілеспейді. Мүйіз сап кішкене қара кездік сүйектің жықпыл-жықпыл өзі іздеп тауып алады. Тамақ сау әкем ет қашан пісіп аузына түскенше шыдай алмайтын тәрізді. Қазының сап-сары майынан білем деп кесіп алады да, бісміллә деп шикідей шайнамай, толғамай қылғып жібереді. Мә сап қой деп маған да кесіп береді. Жып-жылы жұмсақ майды шикідей қалай асарымды білмей ұстап тұрамын. Жеп қой, жылқының майы шикіл кетпейді, дейді әкем. Қазының майын шикідей асап жатқан қазақтарды мен бұрында көргем. Мен де қазақпын. Солардан кем болғым келмейді. Қолымдағы майды өзімді өзім күштеп батылданып қылғып қоямын. Уылжыған жұмсақ май тамағымнан жылп ете қалады. Шикі дәмі өңешімде ұнамсыздау болып тұрып қалады да, біразға дейін кетпейді. Бірақ оның есесіне бойымды жадыратып, тоқтық сезім жүгіреді. Ауылдағы барлық үйде де бүгін осы хал. Елді бірақ түнде аспаннан ақ май жауып, басқадан да қалған. Тәңірінің құдіретімен болған уақиға емес, Жантақ пен Боқшабайдың арқасы еді. Екі көкжал қырандары жап қабысқан аштыққа ақыры шыдамаған.
тәуекел деп баяғыда талай жортқан іздермен аттанған. Сапар сәтті боп бір үйір жылқы айдап келген. Батырбай түбегіндегі жаман тамдарға қамап, әлгінің бірін қалдырмастан қан-жоса етіп сойған да, нені жұтарға білмей отырған елге кедейдің бір тойғаны шала байғаны мә жеңдер деп таратып берген. Ертесі таңертек кез. Текестің жарқабағына итіне қонған аз ауыл бүгін сырт көзге әдеттен тыс тым-тырыс. Аспан жарқырап, күн маужырап тұрса да, үйлердің бәрі дерлік есіктерін түсіріп, түңліктерін қамтып жауып алған. Сыртта бейсауат жүрген адам қарасы байқалмайды. Әркім өз үйінде, өзінің қуысында. Жұрт бүгін әлденеден бой тасалап, өздерінің құрым үйлеріне кіріп алған. Байқағыш көз ауылда бұдан басқа да өзгерістер бар екенін және байқар еді. Барлық үйдің дерлік шаңырағынан бүгін көк түтін тым ерте будақтайды. Шыжғырылған күйік майдың ашқылтым иісі, асылған жас жылқы етінің жас иісі түтінмен араласып, жел айдап алысқа тарайды. Ауылдың ық жағымен өтіп бара жатқан жолаушы болса, танауын әлсін-әлсін тұжырып, мына ауыл бүгін түгелдей май сасиды ғой деп алақтап қарап өтереді. Ауылда иесі белгісіз бұралқы иттен көп нәрсе жоқ. Қарындары қабысып, таңертеңнен тышқан аулап, қаңғып жөнелетін сол аш иттер бүгін үй маңын торуылдап шықпайды. Ет пен майдың иісі күндік жерден сезінетін хайуандар босаған иіскелеп қыңсылап жан таппайды. Үйден оқ шыға келген адам болса дәметіп тұра жүгереді. Анадайға бірдеңені лақтырып жіберсе сүйек шығар деп ойлап, соңынан қоса жөнеледі. Әр үйге таңға жуық дағар-дағар болып кірген мол ылжа еттен ит түгілі әлі адамдар да сұғынып, ауыз тие қоймаған кез. Мынау міне біздің үй. Ауылдағы аяқ астынан береке дарып, май сасыған көп үйдің біреуі. Қақ ортада үш бұтты темір ошаққа асылған қара қазан шымыр-шымыр қайнап ет пісіріп жатыр. Біз барлығымыз қақпағы жартылай ашық қазанды қоршап алып, ет қашан піседі, тісімізге қашан тиеді деп телміріп тосып отырмыз. Пісе бастаған еттің иісі шекеттен мүлде бөлек болады. Танаудан кіріп қытықтап бүкіл асқазанды аралап өткендей. Жас малдың еті пісе бастағанда сорпадан жоны шығып, өсіп үлкейе береді. Қазанға енді сыймауға айналады. Қазының сап-сары майы піскендіктен ет әр жерінен іріп жарыла бастайды. Өзің жеуге арналған барлық бабымен шымырлап қайнап пісіп жатқан тамаққа тоқмелесіп қарап отыру да бір ғанибет ау. Әкем өзіне ермек етіп онсыз да өткір пышағын одан бетер өткірлеп қайрап отыр. Оқта-текте түкірігін жұтынып қазанға көз салып қарап қояды. Түкірігін жұтынса өңешіндегі томпашшасы жоғарылы төмен бір жүгіріп өтеді. Ауру шешем бұл кезде шірмейген екі қабат. Айы күні тақап қалған. Отырған орнынан әрең қозғалады. Қазанның астындағы отты еңкейіп сырып қоюға шамасы әрең келеді. Сорпаның көбігін алып тұзын көріп аспазшылық істеуші еді тәтем Смағұл. Құдай қойса тағы біраз шымырлап қайнаған соң қазандағы ет піседі. Тәтем оны жайпақ табаққа буын бұрқыратып түсіреді. Ортамызға келіп қояды. Әкем ұстарадай қылпыған өткір пышағымен жапырақтап турай бастайды. Айтпақшы турамас бұрын ол әрқайсымызға бір бөріден сүйек шығарып береді. Ет туралып болғанша біз сол сүйекті рахаттанып мүжейміз. Бүгінгідей молшылық күні ол сүйектер ит қажағандай тап-тақыр болып келмейді. Асап-асап жеуге жарайтын мол етімен келеді. Қарғыс атқыр аштық сенің көзіңе енді құм құйылады. Қазан астындағы от біртіндеп сөніп барады. Тәтем мені сырттан азырақ тезек алып келуге жұмсады. Киіз есікті жалпең еткізіп ашып сыртқа шықтым. Шықтым да екі көзім бағжиып тұрып қалдым. Сол жақта біздің үйді қоса септегенде үшінші үй Сәрсебек дейтіннің үйі. Сол үйдің есігінің алдында солдаттың қос ат жегілген қорапты көкарбасы тұр. Үйге кіріп шығып жүрген шекарашылар мүше-мүше ет алып арба қорабына лақтырып тастап жатыр. Және бір үйдің алдында осы сурет. Әскер тінтіп жүр деп ентігіп үйге қайтып кірдім. Үйдегілердің төбелерінен жай түскендей болды, үрейлері ұшып кетті. Құрым үйден не көп, жыртық көп. Сәрсебек үй жақтағы жыртықтардың бір-біреуіне жабыса қалып, әкем де шешем де, тәтем де сырттан не болып жатқанын өз көздерімен көрді. Енді қайттық десіп, біреуіне біреуі бағжия қарасты. Өрешенің іші тола самсат жайған ет. Қазан толы ет және пісіп жатыр. Не істеу керек, қайда тығу керек? Пысық тәтем бір ақыл таба қойды. Өрешенің ішіндегі көп еттің мәнді-мәнісін алып, босағаға жердің тура өзіне жайып-жайып тастай салды. Оның үстіне бірнеше қабат құрым киіз төседі. Құрым киіздің үстіне көрпе жайып, әрі екі қабат, әрі ауру шешемді ыңырантып жатқызып қойды. Жер төсекте бұрыннан ауырып жатқан адам болды да шықты.
Солдаттың сықырлаған көк арбасы біздің үйге қарап қозғалды. Шешем жаны қиналған адам боп дөңбекшіп бебеуде бастады. Басқалар ауруды күткен жандар боп, бірі оның аузына кесемен су тосып, бірі тамырын ұстап қоршалап төне-төне қалысты. Осындай әбігер халдің үстіне үйге 2 шекарашы кіріп келді. Ауру қиналудан емес, астымдағы етті солдат тауып алып, тағы да аш қалар ма екенбіз деп уайымдап қиналудан шешем шынында да керемет күйзеліп жатыр. Дерт дегенің 6 тарам болып ағылып, тынысы тарылғанның белгісі тәрізден танаулары желп-желп етеді. Шекарашының бірі заставаның бастығы еді. Әкем мен тәтем қыс бойы оның қол астында жұмыс істеген, жақсы таниды. Оны көріп ағайынды екеуі бірден жамырап амандасты. «Здрасте, Нашандік», Нашандік те таныды. «О, Аманбаевы, вы здесь живете?» Әкем мен тәтем оның орысша сөздік қоры «здрастемен» басталып, «здрастемен» бітеді. Нашандіктің не айтқанын олар түгел ұққан жоқ. Бұлар енді аудармашы қазақ солдат арқылы сөйлесе бастады. Әлі де бебеулеп жатқан шешемді нұсқап, Нашандік: «Мына кісі не қылып жатыр? Ауру ма?» деді. «Ауру, мынадай қарын көрдіңіз бе, толғатып жатыр. Ауданға аурухана алып бару керек қой. Оған Нашандік күлік жоқ қой. Колхоз арба бермейді». Нашандік енді келген жұмысының жайына тіке көшті. «Ет бар ма, Аманбаевтар?» Ет бар, көрсет». Тәтем өзі де көрсеткісі келіп дайын тұр екен, өрешені ашып келіп жіберді. Керегенің бойымен ұзын етіп байланған сырық ағашта әлгінде самсап тұрған көп еттің әрәдік жұғын жұрнағы сүйек сая ғана қалған. «Осақ па?» «Осы, Нашандік». «Басқа тағы қайда бар?» «Басқа жоқ, Нашандік». «Ұрлыққа сендер де бардыңдар ма?» «Жоқ, Нашандік, біздікі барған жоқ». «Енді кімдер барды?» «Білмейді, Нашандік, біздікі көрген жоқ». Нашандіктің бұйрығымен 2 солдат үйдің ішін тінтіп қараған болды. Төсектің астынан шыжғыруға дайындап турап қойған бір тегеш ішмай тауып алды. Қазанның қақпағы бұл кезде жабулы. «Мынау не?» деп ашып қалғанда бір қазан пісіп тұрған етті көрді. Нашандік ожау алып араластырып қарай бастады. «Аманбаевтар, осынша бір қазан етті бірақ жейсіңдер ме?» «Иә, Нашандік, бірақ жемегенде». Тінтушілер шешемді мазалаған жоқ. Өрешенің ішіндегі ет, бір тегеш ішмай қазандағы піскен ет бәрін әкетті. Бір солдат қазанды сыртқа көтеріп шықты да сорпасын сар еткізіп төгіп, етті арба қорабындағы шекеттердің үстіне қотара салды. Қазір жеміз деп жалақтап сұғымызды қадап отырған бір қазан еттен ауыз тие алмай қалдық. Тінтушілер ауылдың бар үйін осылайша сүзіп шықты. Күн бұрын бірнеше солдатты сырттан бақылатып қойған. Бір үйден бір үйге қаттыстырмайды, ешкімді ешкімге шығармайды. Көзге көрінген ет болса түгел алса керек. Түнде ғана сойылған балбыраған жас етке 2 көк арба лықа толған. Әскердің жуан бақай аттары шіреніп зорға тартып барады. Боқшабай жантақ бастатқан бір топ еркек арбаның соңынан шұбатып айдап алған. Іштерінде ыдырыс Смағұл да бар. Шекарашылар бұл жолы мейірбандық жасады. Қамалғандардың бәрін ақ ертесіне босатып жіберді. Тек әрқайсысынан енді ұрлық жасамауға қолхат алып қалыпты.